Павлодарлық екі оқушы халықаралық Жәутіков олимпиадасының жүлдегерлері атанды. Астанада өткен зияткерлер сайысына 15 елден 700 оқушы бақ сынасты. Өңір намысын кімдер лайықты қорғай алды, әріптесім тарқатады. Халықаралық Жәутіков олимпиадасы алыс жақын шетелдердің ең мықты зияткерлердің басын қосатын аламандуда. Математика, физика және информатика пәндерінің жілігін шағып майын ішкен оқушылар өзара мықтын анықтады. Бұл ретте Павлодар өңірінен жасын егінай спорттық бағдарламалауда сәтті дебют жасады. Жерлесіміз 170 оқушының арасынан екінші сатыға жайғасты. 6 тапсырма берілді. Мен ең оңайларын шеше алдым дейсінше жақсы пай жинадым. Күрделі тапсырмаларда кідіріп қалдым, алайда бәрін ойдағыдай жасап шықтым. Сәл сәттілік жетіспеді. Информатика математикамен тығыз байланысты. Сол себептен геометрия, графиктер, динамикалық бағдарламалау секілді математикалық қабілетті тексеруге бағытталған белгілі бір есептер бар. Бұл жерде аналитикалық ойлау мен математикалық дайындық аса маңызды. Математика демекші. Назарбаев зияткерлік мектебінің 11-ші сынып оқушысы Арман Баймағамбетте олимпиадада жақсы нәтиже көрсетті. Зияткер үшін алғашқы кезең сәтсіз басталғанымен соңында намысқа тырысып, қола жүлдені қоржынға салды. Олимпиададан кейін мен математикадан бөлек алгоритмдік есептерді зерттеумен айналысуды шештім. Мүмкіндігінше математика мен спорттық бағдарламалауды біріктіруге тырысамын. Сайыс маған үлкен тәжірибе берді. Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары аталмыш олимпиадада жыл сайын жақсы нәтижеге қол жеткізуде. Бүгінде жүлдегерлер уақытты бос кетірмей Ақтау қаласында өтетін олимпиадаға қызу дайындалуда. Бұл Мырзахан, Александр Петрова, Станислав Кекин, Ирбис телекомпаниясы.